Қайырлы күн, жалынды жастар, білімге құштар көрермен. Сонау көгілдір экранның ар жағына сөйлеп тұрған мен, Лаура Алтынбек. Эфирде мамандықты бірге таңдаймыз бағдарламасы. Бірде екі студент кездесіп қалып, біріншісі екіншісінен. Қайда асығып бара жатсың? Емтиханға. Емтиханың қай пәннен? Емтиханым барған соң айтады ғой. Деген екен. Я, университетке түсуді арман етіп, үлкен қалаға оқуға түскеннен кейін, тіпті студенттеріміз қай пәннен емтихан тапсыратыннан да бейхабар болып жататын жағдайлар жиілеп кездеседі. Құрметті талапкерлер, сіздерге қатаң ескерту. Олай жасамаңыздар. Сіздерге тек қана ата-аналарыңыз ғана емес, бүкіл ел сеніп отырғанын білесіздер ме? Бүгінгі жастар еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы, мемлекетіміздің мәртебесі, ұрпағын аялай білген халық іргелі жұртқа айналатыны белгілі. Сондықтан біз сіздерге зор үміт артамыз. Тәуелсіздігімізді нығайтып, елімізді одан әрі өркендету қазіргі ұрпақтың қасиетті борышы. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Міне, көрдіңіздер ғой, мемлекет басшысы сіздерге сенім артып, болашақты сіздер арқылы айқындап отыр. Ал жаңағы мемлекеттік грантты жеңіп алып, оқуды бір бұрышқа ысырып тастайтындардың әрекетін қалай түсінсек екен? Я, бұндай жағдайлар өте жиі кездеседі. Әсіресе біздің мемлекетте десек болады, себебі бізде мемлекеттік гранттар саны барлығына бірдей таратылмайды. Сондықтан көп ата-аналар жаңағы грант қай жерде бар, соған байланысты балалары шешім қабылдаса екен, грант ұтып алса, ертең бізге жеңіл болады деген секілді айтып жатады. Сондай жаңағы себептердің кесірінен балалар өзі қаламаған мамандықтарға түсіп жатады. Грантқа болса да, ертең оқу барысында баланың қызығушылығы болмауы мүмкін. Ол өзге қызығушылық тауып, жаңағы не дейді, сабақтарды өткізіп алуы мүмкін, басқа нәрселермен айналысып, мүлдем ой басқа жақта жүреді. Оның арты енді мәселеге толы болады. Ал мамандығын ұнатпайтындар ше? Қателесіп, бұл менің салам емес екен демес үшін не істеу керек? Ата-ана осындай уақытта қолдау білдіру керек. Яғни бірден жаңағы әңгіме басталған кезде осы жайында бірден жоқ, олай болмайды, жалғастыруың керек, грантта оқуың керек деген секілді жауаптар қайтармай, баланың жаңағы айтқан мәселесін соңына дейін тыңдап, ойластырып, оқудан шығу керек болып жатса, сол жаңағы уақытта қолдау көрсетіп балаға үзіліс беру керек. Сонымен келісу үшін, талдап талқылау үшін де ақпарат керек қой. Ал мамандықты бірге таңдаймыз бағдарламасы осы бағытта жұмыс істейтін бірегей жоба. Ендеше біздің келесі саламыз Робототехника. Бұл саланың қай жерде қарқынды дамып, қай жерде оқытылатын естіп білу үшін маманнан құнды кеңес айдарына ауысамыз. Сәлем достар, менің есімім Жеңіс Отарбай Сағындықұлы болады. Мен осы робототехникада бакалаврды, магистратураны бітірдім, және қазір докторантураны оқып жатырмын, және ғылыми жұмыспен айналысып жатырмын. Мен сендерге неге осы мамандықты таңдағаным жайлы айтқым келеді. Ең басында роботтарды көргім келді, себебі электрикалық инженерге барған кезде ол жерде мысалға енді транзистор, конденсатор, мысалға резисторларды көретіндерім, или оларды өлшейтіндерім белгілі болды. Робототехниканы барған кезде міндетті түрде роботтарды көретін белгілі болды. Сол үшін алдымен әуел баста сол қызықтырды. Екіншіден, сол кішкентай кезден техникалық радиоэлектроникаға жақын болдым, математикаға және кішкене физикаға жақын болдым. Сондықтан да осылар қамтитын мамандық робототехника болды. Және де егер сендерде компьютерлік модельдеу және бағдарламалау күнделікті қызықтыратын болса, робототехника сіздер үшін де өте жақсы мамандық болып табылады. Робототехника дегеніміз роботтарды зерттейтін ғылым және оның автономдылығын
және оның қоршаған ортаға әсерін зерттейтін ғылым. Робот өзі үш заңға бағынады, яғни ол адамдарға ешбір зиянын келтірмеу керек. Екіншісі, адамдарды тыңдау керек және оған бағыну керек. Және үшінші заңы, алдыңғы екі заңға бағыну керек. Жапония немесе ақш және Францияда оларда әртүрлі салаларда қолданылады. Мысалға, денсаулық сақтауда қолданылады, мысалға, хирургияда, көп қайталана беретін жұмыстарда, монотонды жұмыстарда және қауіпті жұмыстарда роботтар қолданылады. Мысалға айтатын болсақ, хирургтар, яғни адамдардың бір кішкене кемшілігі, адамдардың қолдары қалтырайды. Сондықтан миллиметрлік дәлдіктерде жұмыс істеу үшін роботтар қолданылады. Және ми компьютер интерфейсінде және реабилитацияда үлкен кісілерге көмектесуге, қартайған кісілерге көмектесуге ассистент ретінде роботтар қолданылады. Және балаларға, аутизммен ауыратын балаларға роботтар қолданылады, олардың тілдерін дамыту үшін. Денсаулық сақтаудағы ми компьютер интерфейсіндегі бағытта таңдаудағы себебім салыстырмалы түрде басқа салаларға қарағанда жаңарақ болып келеді. Және онда зерттелмеген көптеген дүниелер бар. Екіншіден, ол сала көптеген мемлекеттерде дамымаған, мысалға дамушы мемлекеттерде ол сала жетік қарастырылмаған. Біз ми компьютер интерфейсіндегі проектте, яғни реабилитация үшін пациенттен деректер жинауға тырысамыз. Мидың мотор бөлігінен сигналдарды жинайтын боламыз қазір. Горовқа берілетін тапсырма, оң жақ қолдың қозғалысын елестету керек. Сол қозғалысты біз сигнал арқылы көруге болатын біздің бағдарламамызда. Мысалға, осы мотор бөлігінен алынған жаңағыдай қозғалыс арқылы біз инвалидті коляскаларды қозғалта аламыз. Мысалға, бұра аламыз, оңға немесе солға. Одан басқа кез келген мысалға телеоперейшн деп аталады, яғни басқа да робототехникалық устройстволарды қозғай аламыз. Қазір келдеп жатқан себебіміз бұл система электрокельді қажет етеді және электрокельмен микровольттарды жақсы өткізеді. Коммуникация P300, яғни мидан ақпаратты алып, белгілі бір әріптерге көңіл аударған кезде P300 алынатын каналдардың бөлігінен пик көрінетін тұғын 300 миллисекундте. Сол пик арқылы қатысушының немесе пациенттің именно сол әріпке көңіл аударғанын біле алатын болатынбыз. Мысалға, біз өзіміз танитын біреуді көрген кезде, немесе фотодан көрген кезде біз ура деп таңғаламыз ғой, вау деп таңғаламыз ғой. Сол сияқты біз былай ауызбен айтпасақ та, яғни миымызда пик болады, яғни ура деген сияқты. Именно сізге интересный әріпті таңдау керек болған кезде. Қазір мидан электродтарға микровольттар өтеді. Ол сигналдар гамма-блокстан кейін усилительдерге барады. Ол усилительдер компьютерге түсінікті қылып жібереді сигналдарды. Оның мидағы барлық бөліктеріндегі сигналдарды бөлу қызметі өте жақсы жұмыс істейді. Осы робототехника мамандығы бойынша оқылған пәндердің барлығы осы салада қолдануға және дамытуға мүмкіндіктер береді. Қазір түсу үшін, яғни SAT тапсыру керек, ағылшын тілін оқу, жазу және сөйлеуді, яғни IELTS болу керек және SAT болу керек. Мысалға, физмат немесе химия, биология немесе физика, математиканы және ағылшынды жақсы білу керек. Яғни IELTS кем дегенде қазір уже 6 балдан оверол төмен болмау керек. 21 ғасыр робототехниканың заманы. Қазіргі уақытта адам істейтін жұмыстың тең жартысын роботтар атқаруда. Сондықтан қазіргі кезде балаларды бірінші сыныптан бастап робототехника үйірмелеріне беруге асыққан жөн. Нәтижесінде олардың ерте бастан креативтілігі, логикасы мен жан-жақты ойлау қабілеті дамиды. Бастысы болашақта мамандық таңдауда да өз пайдасын тигізетіні анық. Ал бұл мамандықты академиялық дәрежеде игеру үшін бағдарламалау, дизайнерлік білім мен физика және математиканы жетік меңгеруді талап етеді. Себебі бұл сала мамандарының міндетіне роботтарды құрастыру ғана кірмейді. Оны дамыту, жаңа икемдерге келтіру, жаңа мүмкіндіктерді ашуға себепкер бола алуды талап етеді.
Быйыл электр техникасы және автоматтандыру бойынша мектеп бітірушілерге 1194, ал магистрлік дәреже бойынша робототехника және мехатроника білім бағдарламасына 68 мемлекеттік грант бөлінді. Бакалаврда және магистратурада алған білімдерді қолдануға көмектеседі. Мысалға, протез жасау үшін оны компьютер aided drawing, яғни компьютерлік модельдеу арқылы протез қолды жасауға болады. Машинный обучениеде мидан алынған сигналдарды классификациялауға болады. Және сигнал процессинг деген бөлігінде сигналдарға анализ жасауға болады. Бұл мамандық төзімділікті қажет етеді, өте үлкен еңбекті қажет етеді. Былайша айтқан кезде универсалды инженер болуларыңыз керек болады. Себебі бұнда сіздер механикалық инженерияны азды-көпті оқисыздар. Оның ішінде мысалға компьютерлік модельдеуді, компьютер aided drawing, сосын электрикал инженерден мысалға жаңағы электрлер сети деген сабақтарды өтесіңдер, және жаңағы компьютерный наукиден немесе софтвер инженерден сіздер C++, Java және Python сияқты бағдарламалау және C# өтетін боласыңдар. Мысалға Now роботты программалау үшін және хореограф деген сияқты бағдарламалауды. Яғни төзімділік қажет, өздеріңізге деген сенімділік және алған беттеріңізден қайтпауларыңыз керек, себебі көптеген гений бір достар болды. Олар мысалға бағдарламалауға бәріне күшті болса да, кейде төзімі жетпей басқа мамандықтарға ауысып жататындар болады. Сондықтан да шыдамдылық, төзімділік және жігерді өте үлкен қажет етеді. Жеке көзқарасым бойынша, мысалға Жапониядағы Honda, Франциядағы Now, Америкадағы Boston Dynamicspен салыстырғанда біздің елде мүмкін 30-40 жылға қалып бара жатқан болармыз робототехника саласы бойынша. Бізде, яғни университеттерде, мектептерде және жеке меншік мектептерде ғана робототехника қамтылып жатыр қазір. Бірақ та даму деңгейі жақсы деңгейде. Бұл сала жаңа айттым ғой, кішкене универсалды болып келеді. Сондықтан сіздер бұл саланы бітіргеннен кейін егер жүрек қалауларыңызбен әрине баруларыңыз керек, жұмысқа барған кезде. Мысалға біздің университеттің робототехника және компьютерный науки салаларындағы алатын білімдеріңіз мысалға IT-ге қарай баруға әбден жеткілікті. Сіздер онда мысалға IT Қазақстандағы 10 топ мамандықтардың бірі, сіздерге 500 мыңнан 3 миллион теңгеге дейін табыс алуға мүмкіндік береді. Немесе мысалға ғылыми жолда да барсаңыздар болады, немесе бағдарламалауға мысалға фронтенд немесе бэкендке кішкене барсаңыз болады, кішкене өздеріңіздің білімдеріңіз соған қарай бағыттап. Мен сендерге бүгін робототехника жайында барлық ақпаратты беруге тырыстым. Сіздердің шешімді қабылдау өздеріңізде. Қазақстанның кез келген университеттеріне, түсулеріне жолдарын ашық. Жаңа деп таныған бұл саланы егжей-тегжейлі зерттеген дейміз. 7 рет өлшеп, 1 ретке істемекші. Бұл сала менің талабыма қаншалықты лайық екенін 7 сұрақпен анықтап көрейік. Бұл салада жұмыс жасау қызықты болады ма? Иә. Бұл мамандықты меңгеру оңай ма? Жоқ. Мемлекеттік грант саны көп бөлінеді ме? Иә. Еліміздегі жоғарғы оқу орындарында тиісті білім беретін материалдық база қалыптасқан ба? Әрине. Жұмысқа орналасуда қиындық туындамайды ма? Иә. Айлық табысы жоғары ма? Әрине. Бұл саланың болашағы бар ма? Иә. Міне, менің болмысыма сай келетін жұлдызшалар саны осындай. Саланың жаманы болмайды, тек оны игере алмайтын адамдар болады. Ал сол адамдардың қателігі мамандық таңдар алдында дұрыс ақпараттандырылмағандықтан болуы мүмкін. Олай болса, мамандықты бірге таңдаймыз. Сонда біз болашаққа нық сеніммен қараймыз. Білімге ұмтыл.